Сәлем достар, бүгін өте қытырлақ болып шығатын өрмекшінің торы құймақтарын дайындаймыз. Кеңірек ыдысымызға жұмыртқа, сүт, тұз, ванилин және де құмшекерімізді салып венчикпен араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызды қосып тағы да араластырамыз. Біртекті массасы шыққан соң 1,5 ас қасық сұйық майымызды қосып араластырып кондитерлік мешокқа құямыз. Мешоктың басын жіңішке етіп кесіп аламыз. Осылай қызып тұрған тапамызға алдымен спираль қылып құямыз. Сонан соң осылай құйып шығамыз. Бәрін құйып болған соң бір шетінен бастап ыстық кезінде ораймыз. Ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Сіздердің спиральдарыңыз оралмай қалуы мүмкін. Мінекей дайын болды. Барлығын дәл осылай, дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Біздің өрмекші тәріздес құймақтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.